Бүгін менің туған күнім, ой пәләй, бұ достарым неге жатыр тойламай. Банкет жасап береледім мен дағы, бұ Құдайдың жарытпай ақ қойған-ай деп Мұқағали ағамыз айтқандай. Құдайға шүкір, Құдай бергеннен айырмасын. Мынау заманымыз тыныш, отбасымыз аман, соның арқасында жылма-жыл дәстүрлі келетін туған күнді тойлауға тура келіп жатады. Бүгін міне жақында ғана танысып, білісіп, бірге жүрген достай болып кеттік. Бүгін ініміз Қайрат Пердебекұлының туған күн екен. Туған күнің құтты болсын айналайын. Деніңе саулық, отбасыңа амандық тілеймін. Үлкен бір шығармашылықта жүрген азаматсың. Мынау желілерден қазір көріп отырым. Сіздің қаншама жұмыс жасап жатқаныңызды, сізді мынау ақын ретінде, ұстаз ретінде жақсы танып жатырмын. Әншілігіңіздің өзі бір төбе. Мынау енді біздің арамыздағы шырқалып отырған әндеріміз, достарым атты әндерімізді Сәуле Қарабалина екеуміздің үлкен биікке шығарып, ауылда орындап, той-думанда жарқыратып жүретініңізге мен сенімдімін. Тек қана жақсы күндерде жолығайық, бас аман, бауырымыз бүтін болсын, еліміз тыныш болсын.